Дәл қазір мен 99 күн орманда өмір сүретін боламын. Бірінші рет достар 99 күн орманда өмір сүрейін деп жатырмын. Так, біздер ағаш шабуымыз керек. Срубите деревья, а затем положите дрова дейді. Так, бұл ағашты қалай шабады өзі? Мен дұрыс шабып отырмын ба негізі? Мынандай ағаш шабамыз ба? Мен анау шабылған ағашты шабып отырмын ғой. Или дұрыс шабып жатқан жоқпын ба? Мен қалай шабады өзі? Что-то мен міне аяқтардан алу керек екенбіз ғой. Түсінікті. Кеттік. Короче, біздер получается бір командада 4-5 адам болады екенбіз. И сол барлығымыз үшін ағаш шауып жаңағындай выживать етуіміз керек па? Сондай бір бәле ғой дейме. Так, мынаның барлығын біздер жинайтын боламыз. Қалай жинайтын оларды? Так, көріп алайық қазір. Мен просто білмеймін ше қалай жинау керек екенін. Бұлай алады екенбіз ғой. Тоқта. Бүйтіп па? Так, поджигайте дрова, пока их количество не достигнет до 100 дейді. Так, опа, мінекей көбейіп жатыр. Енді түсіндім. Так, короче, біздерде все, уже факел, кастра дайын тұр. Енді біздерде нит карта ашылды ғой. Дейін 1 деп тұр, бірінші күн бізде. Так, қайқа барамыз енді? Аяқта қояндар бір бәлелер жүр. Қараңдар, морков дейді. Базар жоқ, алуға бола ма? Қоянға берсек қалай болады? Қоян жемей ма не? Жесейші қоян. Онда өзім жеп қояйын жарайды. Так, көрейік тағы да не бар екен аяқтарда? Жүзім бар екенін қараңдар. Так, бұл жүзімді біздер жей аламыз ба? Тоже жеп қойдық. Қараңдар, қасқыр тұр еще. Қасқырмен төбелесек қалай болады екен? Ош! Так, оп. Хорош. Так, қасқырдың етін. Ойбай, жеуге болмайды екен. Болады, бірақ короче, оланып қаласың ба? Сондай бір бәлесі бар екен. Так, что, оны пісіріп жейік та біздер. Так, кеттік, неға қойайық. Пісті ма? Пісіп тұға міне. Короче, еті тық қойық, пока ешкім алып кетпей тұрған кезде. Әйтпесе, басқалар тамақтан қарындарын тойдырып алуы мүмкін біздің арқамызды. Өзіміз ойлайық. Опа, от жағайық міне. Короче, от өш қамау керек қой бізде. Мыналар ше? Мыналар жағылам екен? Көрейік қазір. Жағылмайды ғыны. Растение дейді ғыны. Нельзя сажать это так близко огонь дейді. Неға мінекі егіп қойдың. Короче, бұларды егеді екенбіз ғой еще. Так, давайте мынаны шабайық онда. Достар, барынша лайктарны басып отырыңдар. Дәл қазір лайктарны басып патырлап тастасыңдаршы. Өйткені 99 күнде мен бірінші өмір сүріп жатқаннан кейін сіздер маған еще заодно үйретіп кеттіңдер қалай ойнау керек бұны. Барлықтарың каналға тіркелмеген болсаңдар, жақын уақытта тағы да күшті видеолар шығарып тұратын боламын. Опа, балықтан қараңдар. Жоқ болып кетті ғой. Көрдіңдер ме? Көз алдарынан жоқ болып кетті. Міне балық жүр міне. Қалай алады балықты? Походу ала алмай сияқтымыз. Түн болып жатыр уже бізде қараңдар. Кәдімгідей түн болып кетті. Қап-қараңғы болып. От жақып қойайық. Қазір біздер уровень қосатын боламыз тағы да. От жаңағы ағаштарды жинасақ. Көрейік. Уже сәл қалды бізде. Екінші уровеньға жету үшін. Так, прогресс уровня 2. Немене бәлен ой? Ебать, немене бәлен ой? Масқара. Наған жақындасақ не болады? Жақындап көрейік достар, давайте. Не болады екен көрейікші. Ойбай! Ё-моё! Кеттік, артынан қолайық. Жете аламыз ба? Жете аламыз ба екен? Қашып кетті ой? Мана. Базар жоқ. Прикинь. Так, онда біздер бетек қарандар. Қолымызда сумка бар ғой, сол сумкаға нелер жинайық та. Жаңағы не аты? Тамақ, мынауларды. Алуға бола ма? Не істеп кетті? Қалай алады? Металл дейді. Ала аламыз ананы? Листовый металл. Қалай алады? Что-то көтере алмай тұрмын мен аны. Көтерілмейді достар что-то. Мынау ше? Болт. Опа, болт алып кеттім ғой. Мына болтты мына жаққа тағамыз да ничего не істейміз. Короче, білмеймін, тастай салдым осы жерге. Керек болмайтын шығар. Или оны сумкаға салып алуға бола ма? Көрейік қазір. Так, переместить. Что-то салынбай тұр ғой. Сумка не үшін өзі бізде сонда? Опа, вышка тауып алдым еще, қараңдар. Так, бізде екінші күн басталды. Екінші күн уже кетті. Так, яқта бізде не бар? Старый фонарик дейді. Фонарик алып алғансың ғой. Фонарик бар енді достар, қараңдар менде. Базар жоқ. Бассейнға секіріп алғансың ғой, короче.
Так, мынаяқта балықтар біз ала алмайды екенбіз. Негізі 99 күнде достар өзіміз ойнаған дұрыс па әлде басқа адамдармен ойнаған дұрыс па, қалай ойлайсыңдар? Так. Қасқырмен төбелеспей ақ қояйық лучше. Так, мынаны біздер алып аламыз. Цветок. Мынау артынан кетір ғой әлі. Информация дейді төбеде. Торговец шкурами прибыл дейді. Мынау немене бәле? Мынау не? Бай, жық қойдың ғой. Короче, осындай бір радионы алып алдым, оны осындай бір радио тауып алдым, базаға алып бара жатырмын. Қазір көрейік, не істеуге болады бұмен. Біздің үй қаяқта жалпы? Үйімді жоғалтып алдым ғой мен. Әні тұр екен ғой. Біздер сонда командада 2 адамбыз ба, сондай бір бәле ғой что-то. Так, радионы біздер қаяққа тастасақ болады екен. Мына жақта тұра берсін, жарайды, керек болып қалатын шығар, может бір күні. Так, енді біздер вместо паровых детей дейді, много кролика дейді. Пропал ребенок динозаврик дейді. Так, мына жақта мынаны ашып қарайықшы. Не мынау бізде? Кальмар ребенок дейді. Ребенок кола дейді. Мынау ше. Так, қаяқта мынау? 446 метр дейді ғой. Тура алдымызда ма? Қазір көрейік оны іздеп. Может тауып қалатын шығармыз. Так, морковтар жеп алайық жолда по пути. Қарымыз тойдырып қойып, әйтпесе қарымыз что-то ашып отыр біздің. Так, от первого лица ойнасақ болады екен былайдан. Былай жақсырақ екен вообще. Так, мына жақта бізде радиостанция. Мына жақта бізде немене береді? Білмеймін не екен, бірақ көрейік қазір. Так, адамның өлігі ғой мына жақта. Қараңдар. Прикинь, стрелка мына жаққа көрсетіп тұр. Так, стрелка мына жаққа болса, онда мына жаққа кеттік. Мына жаққа қарайтын боламыз. Осы жерін бір жерден тауып қалармыз қазір, көрейік. Тонып отырмын ба мен сонда? Базар жоқ, прикинь, кәдімгі тонат келсің ғой мына жақта еще. Так, күн жылы жаққа етіп қалайық пока что. Біздерде үйдің ішіне кірсек қалай болады екен? Теплая одежда дейді. Көрейік мына ішіне кіріп. Не бар екен? Так, мына жақта бізде алу үшін не істеу керек? Шапка арктические лисы дейді. В общем, осындайларды берсең, бізге жаңағындай не істеп береді екен? Киім ба, сондай бір істеп береді екен. Так, опа, лисалар мін жүр ғой. Мыналар нападать ете ме еще маған? Базар жоқ. Өлем ғой мен қазір. Өлем. Қып маз қалды тоса, қараңдар. Лучше мен қашып кеткенім дұрыс болады бұндай кезде. Айтпесе қазір өліп қалуға дым желание жоқ. Так, маған тамақ керек, тамақ. Мынау не? Монета. Базар жоқ. Монета жинап алғансың ғой. Так, мына жақта қасқыр тұр екен. Абалайық қасқырдан. Уголь дейді. Угольді алып кетейік базаға қарай. Короче, мен примерно тапқан сияқтымын негізше. Так. Ты голоден дейді. Жеп алайық. Угольді алып кетейік сосын. Уголь керек па мына жаққа? Опа. Так, болт дейді ғой, мына жаққа болт керек екен. Создать предмет. Мына бәрін крафти етуге болады екен ғой, оказывается, да. Так, кәдімгідей нормально дамуға болады екен негізінде. Мен қарым ашып отыр, ема. Не жесем болады? Кролик жейм ба? Кроликтің бір бәлесін жей салайық енді, басқа мол жоқ. Мая, өліп қалғансың ғой. Базар жоқ, өліп қалдым. Ана маған қарап тұр әні. Ах, ё-моё, мен тамағымды жеп алдан қараңдаршы. Алаяқ десе. Мен сумкаға салып алдым, не қылды анау? Сумкаға салып алды, мені қараңдар достар. Тірілем ба мен? Көрейік. Возрождение дейді ғой. Тірілдім ба, тірілмедім ба? Вы мертвы дейді, бітті ма не осымен? Ой, болды ма мен тірілмеймін ба енді? Ё-майо, мен тірілем ба деп атсам, сөйтсе тірілмейді екен ғой. Так. Онда бізге сонда вообще өлмеуіміз керек екен ғой. 99 күн өмір сүру вообще өлмеуге ғой, получается. Болды онда. Келесі видеода достар мен вообще өлмейтін болам. 99 күн кәдімгідей өмір сүретін болам. Бірақ ол үшін мен жалғыз өзім жасай алмаймын ау оны. Менің қасыма адамдар керек сияқты ғой, походу.
Так, оны көріп жатармыз. Кімдермен бірге 99 күнде ойнайын? Давайте комментарияда жазып кетіңдер. И лайктарыңды басуды ұмытпаңдар. Келесі күнде біздер 99 күнде обязательно өмір сүретін боламыз, өлмей. Так что, жиги дайын болыңдар. Ал достар, осымен видео аяқталды. Сіздерге рахмет видеоны соңына дейін қарағандарына. Сіздердің болмен Рамазан. Келесі көріскенше, давайте.